күн тақырыптық тесттің видео шешімін бастаймыз. Бүгінгі тақырып бізде магнетизм. Бастайық. Бірінші сұрақ: магнит өзіне қандай заттарды тартады? Магнит өзіне 3 зат бар. Негізі никель, кобальт және темір. Осы заттарды өзіне тартатын заттарды біз магнит деп айтамыз. Магнит сөзіне қандай мағынаны білдіреді? Ол ең алғаш Магнезия қаласынан табылған бір тас ретінде магнезия тасы дегенді білдіреді. Үшінші сұрақ: тұрақты магниттердің қасиеті не нәрсеге тәуелді? Бұл температураға тәуелді. Белгілі бір температураға жеткен кезде ол өзінің магниттік қасиетінен айырылуы мүмкін. Төртінші сұрақ: магнит тарту күшінің ең үлкен мәні қай жерінде болады? Бұнандай бір магнитті алатын болсақ, ол магниттің NS полюсі бар дейтін болсақ, ол магниттің ұштарында, яғни полюстерінде ең үлкен күшке ие болады. Бір полюсті магнит алу мүмкін бе? Жоқ, мүмкін емес. Себебі біз магнитті қанша бөлшектесек те, ол бір полюсті болмайды. Дәл ортасынан былай екіге бөлсек те, ол по-любому бір жағы S болып кетеді автоматты түрде. Алтыншы сұрақ: электромагнетизмнің ашылуына әсер еткен Эрстедтің тәжірибесі қандай? Эрстедтің тәжірибесі ол өзінің бір лекциясында өтіп жатқан кезде, лекция біткеннен кейін, жалпы электр тоғын түсіндіріп жатқан кезде, студенттері сабақтың соңында мұғалімнің несіне келеді, электр тізбегі тұрады, сол тізбекті қосып өшіріп тұрған кезде, қасындағы бір магнит қосқан кезде және өшірген кезде магниттің тілшесі ауытқиды. И осы нәрсе себеп болады. Осыны ары қарай зерттеп, Эрстед электромагнетизм құбылысын ашады. То есть электр тоғының айналасында магнит өрісі пайда болатындығын зерттей бастайды осының нәтижесінде. Жетінші сұрақ: ампер күші қандай тәжірибе негізінде ашылды? Ол негізі параллель тоқтардың жүруінен, то есть екі өткізгіш бір-біріне параллель жататын болса, олар бір-біріне әсер етеді. То есть егер тоқ екеуі бір бағытта жүріп жатса, өткізгіште бір-біріне тартылады, қарама-қарсы бағытта жүріп жатса, олар бір-біріне тебіледі. И осындай тәжірибе негізінде ашылады ампер күші. Сегізінші сұрақ: тоғы бар өткізгіштің тудыратын магнит өрісінің бағытын анықтайтын ереже, ол бізде бұрғы ережесі, немесе бұранда ережесі деп келеді, немесе біздің мектеп кітабында ол оң қол ережесі деп те айтылады. Тоғызыншы сұрақ: электромагниттің қандай артықшылықтары бар? Ол электромагниттің артықшылығы, ол белгілі бір уақытта оның магниттік құбылысын қосуға болады, өшіруге болады, немесе ол магниттің полюстерін ауыстыруға болады деген сияқты, және де белгілі бір мысалға ауыр жүктерді көтеруге болады соның себебімен дегендей осындай бір артықшылықтары бар. 10-шы сұрақ: оның қолдану мысалдары қандай? Жаңағы біздің крандарымыз бар. Крандар ауыр жүктерді, темірлерді осындай электромагниттік құрылғылардың көмегімен көтеруі мүмкін. Немесе мысалы үйдегі қарапайым домофон. Домофон есікті ашқан кезде жаңағыдай негізі есік магниттеліп тұрады, магнит қосылып тұрады, тоқ жүріп, біз домофонды басып жаңағыдай ашатын нені басқан кезде тоқты өшіреді, тоқты өшірген кезде магниттік құбылыстың несінен айырылады да, ол магниттелу қасиетінен айырылады да, ол есік спокойно ашылады. Тоқ 2-3-4 секундқа ол не істейді? Магниттік қасиетінен айырылады, и қайтадан тоқ жүріп бастайды, қайтадан ол магниттеліп қалады, есікті аша алмай қаламыз. 11-ші сұрақ: магнит өрісінің күштік сипаттамасы, ол бізде магнит индукциясы деп аталады. Магнит өрісінің қасиеттері қандай? Ол бізде үзіліссіз болып келеді. Магниттің күш сызықтары, қасиеттері үзіліссіз, және де ол тұйықталған болып келеді. 13-ші сұрақ: магнит өрісінің қандай түріне жатады? Бұл бізде құйынды өріс болып табылады. Құйынды өріс деген мынандай бір оралып жатқан құйын тәріздес. Тоғы бар өткізгішке әсер етуші күш, ол бізде ампер күші. Зарядталған бөлшекке әсер ететін күш, ол бізде Лоренц күші деп аталады. Ампер күшінің бағытын табу үшін қандай ережені қолданамыз? Сол қол ережесі. Егер зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінің күш сызықтарына 30 градус бұрыш жасай енетін болса, бөлшектің өрістегі траекториясы қандай болады? Спираль болады. Немесе винттік сызық деп атайды. Ол бізде былай айнала қозғала бастайды осылай. 18-ші сұрақ: қозғалыс бағытымен
бағыттас болып келетін болса, қозғалыс бағыты мен магнит өрісінің бағыты зарядталған бөлшектің бағытымен бағыттас болып келетін болса, траектория қандай болады? Мысалға, біз Лоренц күшінің формуласын қарайтын болсақ, BVQ синус альфа, бағыттас деген 0 градус, синус 0 градус неге тең? 0-ге тең. Демек, Лоренц күші әсер етпейді да, бағыты түзу сызық болып келеді, то есть траекториясы. Егер шеңбер бойымен қозғалатын болса, шеңбер бойымен қозғалу үшін бір-біріне перпендикуляр болу керек, яғни 90 градус. 20-шы сұрақ, ортадағы магнит өтімділігі қалай анықталады? Ол магнит өтімділігі магнит индукциясының вакуумдегі магнит индукциясына қатынасымен анықталады біздің магнит өтімділігіміз. Ал 3 топқа бөлінеді. Магнит өтімділігі бойынша диамагнетиктер, парамагнетиктер және ферромагнетиктер. Диа мен парамагнетиктер ол бізде әлсіз магниттерге жатады, ал ферро ол бізде күшті магниттерге жатады, күші бойынша. Диамагнетиктің өтімділігі бірден төмен, парамагнетиктің өтімділігі бірден жоғары, ал ферромагнетикті бірнеше есе жоғары болады. Не себепті атомның магниттік қасиетін электрон анықтайды? Себебі электронның магниттік қасиеті оның ядросына қараған кезде 1000 есе жоғары болып келеді. Сол себепті электрон ол атомның магниттік қасиетін анықтайды. Ферриттердің басқа ферромагнетиктерден ерекшелігі неде? Ол бізде электр тоғын өткізбейтіндігіне, то есть кедергісі жоғары болып табылады. Заттың ферромагниттік қасиеті жойылатын температура ол бізде Кюри температурасы деп аталады. Жаңа айттық қой басында. Тұрақты магниттер температураға тәуелді. Осы Кюри температурасына жеткен кезде ол өзінің магниттік қасиетін жоғалтады. Жұмсақ магнитті материал мен қатты магнитті материал арасындағы айырмашылық не ол? Жұмсақ магнитті материал дегеніміз ол бізде электромагниттер жатады бұған. То есть сыртқы магнит өрісі болмаған кезде ол өзінің магниттік қасиеті болмайды ешқандай. Ол бізде электромагниттер, мысалға электр тоғы болмаған кезде электр тоғы бізде магнит өрісін тудырады ғой, сол кезде ол магниттік қасиеті пайда болады оның. Ал электр тоғы болмаған кезде ол өзінің магниттік қасиеті болмайды. Олар бізде жұмсақ магнитті материалдар. Қатаң магнитті материалдар бұл бізде тұрақты магниттер деп айтуға болады. Сыртқы өріс болмаса да ол өзінің магниттік қасиетінен айырылмайды ұзақ уақытқа дейін. 26-шы сұрақ. Төмендегі суретте шегенің үшкір жағында магниттің қай полюсы орналасады дейді. Үшкір жағы ол бізде мына оң жағы, мына жақ электр тоғы плюстан минусқа қарата жүреді. Демек, бұлай бізде тоқ жүреді, айнала қозғалған. Ол біз оң бұрғы ережесін қолданамыз, тоже бұлай айналып өтетін бұл бізде магнит тоқтың бағытын білдіреді да, бас бармақ магниттің бағытын білдіреді, магниттік өрістің бағытын білдіреді бізде. Обычно бізде электр тоғы айналатын магнит өрісі еді ғой, именно осындай соленоид болған кезде бізде екеуінің бағыты ауысады. То есть айналатын ол бізде электр тоғы, бас бармақтың бағыты ол бізде магнит өрісінің бағыты, индукцияның бағыты. Демек, бізде айналған кезде, демек ол былай айналады, бізге қарата келе жатыр, суретте көрсетілген кезде, сол кезде оңға қарата магнит өрісі болады. Демек, оңға қарата деген сөз, мына бағытта шығады, мына бағыттан кіреді деген сөз. Ал шығатын бағыт ол бізде солтүстік полюс, Демек, сонда бізде былай магнит өрісі пайда болады деген сөз бұл жерде. Ал мына жағы S болады деген сөз. Демек, үшкір жағында оңтүстік полюс. 27-ші сұрақ. Күштің бағытын анықтауымыз керек. Биыл синус альфа, ампер күшінің формуласы бізде. Сол қол ережесін қолданамыз. 4 бармағымызды бастапқы B-ның бағытында аламыз. И ол қайда бағытталу керек? Былай бағытталған кезде айдың бағытында болу керек. Сол кезде мына шығатын бас бармағымыз бұл бізде күштің бағытын білдіреді. Соға N-нен S-қа қарата бізде магнит өрісі, демек мен жоғары ұстауым керек. Осылай ұстайын ба, әлде былай ұстайын ба деген сұрақ туындайды. Біз төрт саусағымыз былай бұралған кезде айдың бағытында болу керек. Демек мен төрт саусағым былай тұру керек, жоғары кетіп тұр магнит өрісі. Бүйтіп бұрған кезде оңға қарата менде ай бар. Сонда бас бармақ қайда қарап тұр? Бас бармақ маған қарата. Демек бұл бізде күш әсер ететін күш бізге қарай бағытталады деген сөз. Дәл осыны 28-ші суретке қолданамыз. Магнит өрісі бізге қарай бағытталған. Былай ұстаймыз ба бізге қарай? Әлде былай ұстаймыз ба? То есть былай ұстаймыз ба? Скорее всего, былай ұстаймыз, Себебі төрт саусақты бұрған кезде ол жоғары қарата кету керек. Айдың бағытында болу керек. Сол кезде былай оңға қарата бізде күш пайда болады, ампер күші бізде оңға қарата кетеді.
29-шы сұрақ n-нан s-қа қарата дейді. То есть төменге қарата тұру керек. Бастапқыда бұрған кезде ол ай бізге қарата бағытталады. Дәл ровно ұстаған екенбіз, бізге қарата, сол кезде оңға қарата тоже ампер күші бағытталады деген сөз. 30-шы сұрақ. Тік бағытқа 30 градус бұрышпен бағытталған индукциясы 2 Тесла біртекті магнит өрісінде жоғары қозғалып бара жатқан массасы 2 кг түсу өткізгіш арқылы 4 ампер тоқ өтетін болса, қозғалыс басталғаннан кейін 3 секундтан кейін жылдамдығы 10 метр секунд болса, өткізгіштің ұзындығы қандай? Ньютонның екінші заңын қолданамыз. Ампер күші әсер етеді, сол кезде өткізгіш ма деген не болады? А деген үдеу болады. Ампер күші ол бізде BIL синус альфа дейміз. Тең болады ма дегеніміз дельта В бөлінген дельта Т. Дельта В 10 метр секунд, дельта Т 3 секунд. Орнына қойған кезде біз осы жерден L-ді таба аламыз. Барлық мәні бар, орнына қойсақ жауабы шығады. 31-ші сұрақ, бұны уже оқып алған шығарсыздар, немесе паузаға басып оқып аларсыздар. Магнит индукциясын тап дейді. Бізде үйкеліс күші бар. Перпендикуляр бағытта, үйкеліс коэффициенті бар. 40 ампер тоқ өту керек дейді. То есть ампер күші бар, қарама қарсы ол үйкеліс күші болады. И бұл минимум, то есть бір қалыпты қозғалу үшін Ньютонның бірінші заңын қолданамыз, 0-ге теңестіреміз. Сол кезде бізде не болады? BIL синус альфа тең болады мю mg болады. Осы жерден біз b-ны табамыз. Қалған барлық мән берілген. Перпендикуляр болғандықтан синус 90 градус бұл бізде 1-ге тең болады. 32-ші сұрақ. Индукциясы 10 миллитесла біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына перпендикуляр бағытта кинетикалық энергиясы 30 килоэлектрон вольт электрон ұшып кіреді. Траекториясының қисықтығы радиусы. Радиусының бізде формуласы бар, я. Ол бізде Ньютонның екінші заңынан шығады тоже. Бөлшекке бізде электронға BBQ синус альфа деген күш әсер етеді. Лоренц күші Ньютонның екінші заңы бойынша м-ға тең, шеңбер бойымен қозғалғандықтан v квадрат бөлінген r. Осы жерден r-ді шығарамыз. Сол кезде mv бөлінген bq деген болады. Кинетикалық энергиясы бар. Демек, кинетикалық энергия дегеніміз mv квадрат бөлу 2. Осы жерден мен электронның массасы белгілі 9,1 көбейтілген 10-31 дәрежесі. Мен жылдамдығын тауып алам. Жылдамдығын табамын да алып келіп нәтижеге қоям. Сөйтіп жауабы шығады. Электронның заряды 1,6 10-19 дәрежесі. Электронды вольтты айналдыру үшін тоже мен электронның рядына бөліп тастаймын. То есть, былай айтқан кезде көбейтемін бұл жерде, джоульға айналдыру үшін. Келесі сұрақ. Дәл осы формуламен шығады. 33-ші сұрақ тоже. Тек бұл жерде біз b-ны табуымыз керек. 34-ші сұрақ. Электрон индукциясы 2 миллитесла біртекті магнит өрісінде радиусы 2 см және бұранда қадамы 5 см болатын бұрандалы сызық бойымен қозғалады. Жылдамдығын анықтаңыз дейді. Бұранда қадамы бойынша бізде өзінің дайын формуласы бар, я. H деген. Бұл периодқа ұқсас 2πm бөлінген bq деген. Осыған көбейтеміз v косинус альфа. Сол кезде біз бұранданың қадамын шығарамыз. Бүйтіп айналған кезде, айнала қозғалған кезде бұлай. Мына екеуінің арасы. То есть, осылай бағытталған кезде v косинус альфа болады. И осы бұранданың қадамын табамыз осы жерден. 35-ші сұрақ. Протон өзара бағытталған біртекті электр және магнит өрістері бар кеңістікке ұшып кіреді дейді. Ол осы өрістердің күш сызықтарына перпендикуляр бағытта осынша жылдамдықпен қозғалады. Кернеулік бар, магнит өрісінің индукциясы бар. Протонның бастапқы мезеттегі үдеуін анықтаңыз дейді. Енді бұдан электр өрісі тарапынан не әсер етеді бізде? Күш әсер етеді, магнит өрісі тарапынан тоже күш әсер етеді. Ол зарядталған бөлшек болғаны үшін. Енді Лоренц күші бойынша табамыз. Лоренц күші бойынша ол бізде BQ синус альфа тең болады MA1 дейміз. Және де EQ деген электр өрісінің күші бар. MA2 дейміз. Осылай біз екі үдеуді табамыз. Екі үдеу
өзара бағытталған дейді. То есть бұлар негізі күшіктен перпендикуляр. То есть мынандай не болған жерге келіп енеді, перпендикуляр болған жерге. И осы жерден біз жалпы үдеуді табуымыз керек. Жалпы үдеуді табу үшін енді магниттік өріс электр өрісі өзара перпендикуляр, сол себепті жалпы үдеуді табу үшін біз Пифагорға саламыз. И осы жерден жауабымыз шығады. Жалпы осы, назарларыңызға рахмет.